ештеңеге тиіспе. Ким әулеті өте кедей өмір сүреді. Бірақ бір күні ұлының басына тамаша ой келеді. Әпкесі оған жалған диплом жасап, ол бай Пак отбасына репетитор болып кіреді. Кейін ол Пак отбасының кіші ұлының тәрбиесінде мәселе барын байқайды. Сөйтіп өз туған әпкесін арт-терапевт ретінде таныстырып, жұмысқа кіргізеді. Және екеуі бір-бірін танымайтындай жүреді. Кейін әпкесі іш киімін пайдаланып, отбасының шоферін тұзаққа түсіреді. Сөйтіп, оның орнына әкесі жұмысқа орналасады. Соңында олар үй қызметшісінен құтылуға бел буады. Оның шабдалығы аллергиясын пайдаланып, ауру етіп көрсетеді. Бұл анасына үй қызметшісі орнын алуға мүмкіндік береді. Осылайша бүкіл Ким әулеті бір-біріне бейтаныс көрініп, Пактардың үйінде жұмыс істейді. Пактар демалысқа кеткенде, Кимдер олардың зәулім үйінде той жасап, бай өмірдің дәмін татады. Бірақ дәл сол күні олар қорқынышты жаңалықты табады. Бұл үйде баяғыдан бері басқа паразит өмір сүреді екен. Және оның мүлдем кететін ойы жоқ. Ары қарай не болатыны қызық болса, Паразиттер фильмін қазақ тілінде Unico Play онлайн кинотеатрынан тамашалаңыздар. Алғашқы 30 күн тегін.